Assalamualaikum мұсылмандарым. Соңғы кезде мына ата бабаның діні деген тарап кетті. Ата бабамыздың атынан ереміз дегендер. Аллах тағала бізге бұлай бұйырған еді. Діннің айқын белгілері пайда болғаннан кейін секталар болып бөлініп адасушыларға ұқсамаңдар. Оларға үлкен азаптар дайын дейді. 3-ші сүренің 105-ші аятында. Алла тағала бізге ескерткен еді. Алланың дінін мықтап ұстап, секталарға бөлінбеңдер. Сендер біріңе бірің жау болған кезде Алланың сендерге жасаған мейірімін естеріңе сақтаңдар. Ол сендердің жүректеріңді біріктіріп, оның рахымымен сендер біріңе бірің ағайын болдыңдар. Сендер ол кезде оттың түбінде болдыңдар, және ол сендерді оттан құтқарды. Аллах сендерге өз белгілерін осылай түсіндірді. Мүмкін сендер тікелей жолмен жүресіңдер дейді. 3-ші сүренің 103-ші аятында. Аллахтың жаулары барлық уақытта қол жетімді әдістер мен тәсілдерді қолдана отырып, мұсылмандарды секталар мен ағымдарға бөлуге тырысуда. Соңғы уақытта бүкіл әлемде надан сектанттардың Аллахтың діндерінің орнына ата бабаларымыздың дініне ораламыз деп үндеу тастап, мұсылмандарды шақырып адастыруда. Олар шайтанның азғыруымен адасып ата бабалар түзу жолмен жүргенін және қателеспегенін айтып, сондықтан біз де сол жолды ұстанамыз дейді. Аллах осындай адасқандарға былай дейді. Бірақ олар өз діндерін әртүрлі секталарға бөліп тастады, және әр секта өзінше қуанады. 23-ші сүренің 53-ші аяты. Ата бабаларының дінін ұстануға шақырушылар туралы Аллах былай дейді. Оларға Аллахтың айтқанын орындаңдар десек, олар бұлай жауап берді. Жоқ, біз әкелеріміздің қандай жолмен жүргенін көрсек, дәл сондай жолға ереміз дейді. Ал егер олардың әкелері діннен ештеңе түсінбесе және тікелей жолмен жүрмесе ше деп сұрайды Аллах. 2-ші сүренің 170-ші аятында. Егер сіз бұл аятты құлағыңыздан өткізіп жіберсеңіз, онда тағы бір басқа аятты тыңдаңыз. Онда Алла тағы да сектанттардың назарын осы тақырыпқа аударады. Оларға Алланың жіберген дініне және оның елшісіне еріңдер десек, олар бізге әкелеріміздің тапқан жолы жеткілікті деп жауап береді. Егер олардың әкелері діннен ештеңе білмесе, және Аллахтың тура жолымен жүрмесе де, олар солардың артынан ермек пе дейді. Алла тағала 5-ші сүренің 104-ші аятында. Мен мұндай адасқан сектанттарға үндеуімді Алланың келесі сөздерімен аяқтағым келеді. Аллахтан көмек сұрағанда өкініп кешіріммен сұраңдар. Одан қорқыңдар, намаз оқыңдар және адасқан көп құдайшылардың қатарында болмаңдар. Сондай-ақ өз діндерін бірнеше дінге бөліп секталарға айналғандардың арасында бол. Соған қуанғандардың қатарында да болмаңдар дейді. 30-ші сүренің 31-32-ші аяттарында. Естеріңізде болсын, мұсылмандарым. Діннің оригиналдары Құран мен Сүннет тұрғанда тек адасқан, білімсіз, надан, дүмші, сектант фанатиктер ғана тек қана өздері сияқты дүмші ғалымсымақтардың шатпырағына ереді. Сондықтан да, мұсылмандарым, мен сендердің жауларың емеспін. Дүмші ғалымсымақтардың, масқарсымақтардың шатпырағын тастап, Құранның оригиналына еріңдер, егер Аллахтың тура жолына түскеніңізде Құран мен Сүннен оқыңдар.